плоская раманы қарастырамыз және анализ конструкция разделін соңғы сабағы болсын. Осыдан кейін не анализ сеченияларды, балканың, колоннаның, тавровый балкаларды, қанша арматура керек екен, қандай момент несущей способность бар екен, определенный арматураның площади қосылса, сол қызық тема, сол нәрсені өтеміз. Рама. Мысалы, көп бізде кездесетін многоэтажный үйлерде рамасы примерно плюс-минус осындай болады да. Бір осьтан плоскости қарасақ, осындай рама болады. Метод распределения моментов сол раманың определенный этаж, мысалы, екі этажды моменттер на колоннаның, на балкалардың, на узелдарды. Осы узелдардағы моментті есептеуге көмектеседі. Определенный нагрузкаларды қолданып. Бұл ручной расчет. Опять айттық, қазіргі таңда көптеген программалар бар, в том числе Lira, Sapper, мысалы, бізде көп қолданылатын. Бұл внутренний усилия моменттерді метод конечных элементов арқылы қолданып, бізге нақтырақ, точнырақ и тезірек есептеп бере алады. Моменттерді, поперечный силаны, сжимающий силаның бәрін есептеп береді. Балка колонналарда. Бұл ручной расчеттің бір түрі болып табылады. В основном енді перерасчет, мысалы, программа көрсетіп тұрған усилиялар қаншалықты шын рас екенін біріншіден растау үшін өздеріңізге керек болады деп ойлаймын. Екіншіден, расчет қолмен де қалай кезінде жасалғанда, программалар жоқ кезде метод конечный элементке жатпайды әрине, бірақ тоже усилиялар плюс-минус жақсы шығарады. Өздеріңізге де пайдалы болады деген үміттемін. Өзіме пайдалы болып жатыр. Метод распределения моментов пен осындай рамаларды определенный бір этаждың ішінде осындай анализ жасауға болады. Балка, колоннаның момент, поперечный силаларын есептейді, самый расширенный анализі. Немесе, мысалы, осы жердегі сеченияның балка, колонналардың усилияларын табатын болса, осылай істеуге болады. Только бұл жерде нюанс, жесткий защемление береміз. Мына жақта да жесткий защемление береміз. Соны есте сақтау керек. Қиып тастаймыз и жесткие соединения болады. H дегеніміз высота этажа. H2, H1. Мына жерде полный раманы анализ жасаймыз. Мына жерде осы пролеттікін білу керек болса қолдануға болады, немесе тек колоннаны. Просто бұл жерде жесткость балканы қолданған кезде К бөлінген 2 деп алу керек. Мына жерде тура сондай. Бұл жерде колоннаның анализ жасалады. Бұл жерде, мына жерде балка и мына колонналардың усилияларын табуға болады. Мына жерде бәрінің әр колонна және целый балканың усилияларын табуға болады. Бағана алдыңғы балка неразрезной есептегендегі усилиялар, только соған колоннаға қосылған примерді қарастырайық. Нагрузкаларды қалдырдым. 25 килоньтон постоянно, 10 килоньтон метрге временный нагрузкалар. Теперь енді бізге этаж қосылды, колонналар. Колонна 300-ге 355. Мына жақ беті 350 болады. Осы жаққа жұмыс істеп тұр колонна. Балкамыздың сечениясы бізге 300-ге 600. Асты жағынан ұзындығы 600 болады. Ширинасы 300. Әр колоннаның осындай. Этажының высотасы 3,5 метр, астыңғы этажды 4 метр болсын дейік. Пролеттар балканы қалады 6, 4, 6 метрмен. Сечение бізге жесткость табуға керек болады. Давайте енді бұл жерде изгибающий момент, поперечная сила, усилияларды балкада, колоннада, в целом на узелда. Осы узелдарды анализ жасайық. Қалай жасауға болатынын бүгін қарастырамыз. Бірінші жесткостьтарды табайық, элемент. Жесткость білеміз, К Е И бөлінген L. L бізде длина балкада, немесе колоннаның высотасы, E модуль упругости и момент инерции. Момент инерции прямоугольникті биашку бөлінген 12. H қай плоскостьта жұмыс істеп жатыр, соның аламыз. То есть колонна
колоннаның жағдайында h бізде 350 болады, балканың жағдайында h бізде 600 болады. Осылай момент инерцияны табамыз. Балканың момент инерциясы B03 H06 куб бөлінген 12, 5-те 4 болады, метр 4 дәрежесі. И момент инерция колоннанікі 03 көбейтілген 0,35, 1,07 болады. Біз i-ді таптық, L білеміз, әрқайсысын ұзындық биіктіктерін модулі прогрессив принципе алып тастасақ та болады, ол қысқарылып кетеді. Сонымен балкада A, B, C, D ұзындықтары бірдей болғаннан кейін 0,9 болады. Оның -3 дәрежесі 0,9 жазайық. Так, BC-да ұзындығы бөлік болғаннан кейін 1,35 жесткость өлке көбірек болады. Колонна 3-те 5 бізде мына биіктік 0,31 болады. Барлығында 4 метрде 0,27. Таптық. Енді коэффициент перераспределения жесткости distribution факторы, соны табу керек. Сол К бөлінген сол узелдағы жесткостардың қосындысы. Мысалы, А-да және Д-да дедім, екеуі бірдей болады. Бұл бізде тең болады 0,31 көбейтілген 0,9 көбейтілген 0,27, 1,48. Мына үстіңгі колонна 0,27 астыңғы, и мына балканың жесткостін қосамыз, 1,48 болады. И сол 1,48-ді мысалы балка 0,9 бөлінген 1,48 0,61 болады бізде distribution фактор. Колоннаныкін давайте екі этаждікі узел бір болғаннан кейін пока что бір немен есептейміз. То есть 0,58, 0,27 қосылған 0,31, 0,58 болады. Осы 0,58-ді 1,48-ге бөлген кезде 0,39 болады. Енді мына жақта тура сондай аналогично. Мысалы 0,9 бөлінген мына B-нікі 2,83, 2,83 бөлген кезде 0,32 шығады. 0,58-ді бөлген кезде колоннаның узелдары 0,20 шығады жесткості distribution фактор. Мына балканың жесткості көбірек болғаннан 0,48. Солай есептеп әрқайсысын табамыз. Келесі стадия біз білеміз, конечный моменттарды балкадан табамыз. Формуладағы мына бізде жесткий защемленный мына жерде мына узелдар әрқайсысын бөлек қарастырамыз. Мынау бірінші пролет, екінші пролет, үшінші пролет. Ол бірінші нагрузкаларды табайық. Нагрузкалар бірінші сочетанияны қолданайық. Максимум бірінші пролет және соңғы пролетті, ортаңғы пролетті минимум нагрузка болсын. Біз алдында есептедік. 48-де 75 километрге ол максимум болады бізде. И 33-ке 75 километрге ол бізде минимум нагрузка кездегі нагрузка болады. Және де осы нагрузкаларды қолданған кезде біз білеміз, мынандай равномерно распределенный сила болып тұр. Сол кезде екі опорода крайний моменттер, жесткий защемленный случайда V на распределенный L квадрат бөлінген 12, мына жерде де тура сондай. И метод распределения моментовта біз мына нені қолданамыз. Против часовой стрелки бізде плюс, по часовой стрелке минус. Соны естен шығармау керек. И енді мына пролет отдельно қарастырайық. Мысалы, VL квадрат бөлінген 2, то есть 48-75 көбейтілген L-ымыз 6 метр квадрат бөлінген 12, 146. 146 мына бөлігі бұл әсер етіп тұр бізде против часовой стрелки плюс болады. Мынау по часовой, напротив, минус болады. И әр пролетта сол заңдылық сақталады. 45 минимум кезде бізде 45 километр шығады момент. Мына жағы плюс, оң жағы минус. И осылай моменттер табамыз. Моменттер тапқаннан кейін таблицамыз өзіміздің жасағандай. Только колоннаның жесткостары мына жерге қосылады. Колоннаның жесткость барын тапқан 0,39, балканың 0,61, А точкасына, Б точкасына 0,32, колоннаның 0,20, 0,48. Тура осылай әрқайсының distribution факторын жазып шығамыз. Нагрузкаларымыз и бағана есептеген конечный моменттеріміз. Енді баланс и carry over процесін бастаймыз.
146-ны өзінің екі distribution факторы бар. 146-ны минус қосынды, то есть осы узелдағы бүкіл моменттерді қосамыз, минус 1-ге көбейтеміз и көбейтеміз distribution факторға. 0,39 146-ға көбейтсек, минус 56-9, минус 89-ді 1. Тура сондай, мына жерде мысалы бізде момент минус 146, мына жақта 45, мына үшеуі қосылады. Минус 101 ма, мысалы минус 101 көбейтілген 0,32-ге 32-3, 0,20 20-да 2, 0,48 48 қосылады. И осы бізде бірінші процесс аяқталды, баланс жасалды. Енді carry over, то есть сол пролетта өзінің соседний несіне жартыға көбейтіліп беріледі. Мысалы минус 89-ды 2-ге бөлген кезде 44-те 5, минус 44-те 6 болады. 32 мына бетке өтеді, мына соседтеріне өтеді. Өткіземіз. Мына жақта енді 2 есе азайтылған значениялар, и бұны қайтып баланс процесі басталады. Тура осындай мына жақтағы общий узелдағы қосындыны минус қосынды, минус 1-ге көбейтеміз, distribution факторларына көбейтеміз, и мына значениялар шығады. Оны соседтерінен жартылай береміз, и до конца істейміз, что моменттерін табу үшін. Финальный моменттер бізде незначительный, бесконечностьқа дейін кеткіздер береміз, уже азайды, мысалы 1 болды, 2 болды. В принципе, қатты результатқа әсер етпейтін значения жеткен кезде бітіреміз. Моменттер табылды. Колоннада минус 68, балкада 68, значенияларды сақтаймыз. Плюс болған кезде против часовой стрелки, минус болған кезде по часовой стрелке. Қазір астыдағы суретте балканың, колоннаның балкан моменттері бізде шықты. Енді балкан отдельно анализ жасаймыз. Балкан моменттерін шығардық, направлениясын белгіледік, и соған байланысты біз уже поперечный силаны таба аламыз. Өйткені уже статически определимый болып кетті система, статически неопределимый еді, моменттерді таптық, и осы моменттерді қойып біз диаграмма сызылады бізде. Тура алдыңғы сабақтағы балкадағыдай. Енді колонналарды келеміз. Колоннаның моменттері міне табылды бізде, әр колоннаның минус 68-де 8, 69 дейік. И әр этажын жесткосін білеміз, алдында тап. 0,31, 0,27. Тура солай 68-ді, мысалы, үстіңгі момент 0,31 бөлінген екеуінің қосындысына, 0,58-ге. То есть, мына 37 килоньютон үсті, 21 килоньютон асты қабылдайды. Направление момент минус болды ма, минус бізде по часовой стрелке. Мына жақта плюс, против часовой стрелки болады. Осы моменттер сақталынады, және өзінің distribution факторларына көбейтіледі. Этажын, колоннаның жесткості қандай? Пропорционально бөлінеді момент. И осылай біз колоннаның моментін таптық. Колоннаның моменті, несін суретін салған кезде, осы узелдағы изгибающий моменттер колоннада осындай болады. Балканыкі мынандай. В принципе, сол Excel-де мен жасадым. Өздеріңізге не ретінде, қосымша домашний задание ретінде алсаңыздар болады есептеуге. 3,5-4 дедім, сол нелерді сақтадым. Сочетанияларды қосып өздеріңізге есептесеңіздер болады. 69 колоннада шықты, минус плюс балкан моменттері. Оның поперечный силаны таптық. Мына жақтағы заңдылықтарды қолданып. Комментарийға жазыңыздар, болмаса мен жіберемін, өздеріңіз көрсеңіздер болады. Керек болса Excel файл. Мынау диаграмма балканыкі шықты. И колоннаны отдельно анализ жасаймыз. Колоннаның диаграммасы моменттері. В целом осы сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі сабақтан бастап жаңа раздел, анализ сечений, анализ конструкция деп өттік. Енді сеченияларды, определенно уже нақты элементтерді, арматураны подбирать ету, еврокод бойынша қалай істелінеді, сол нәрселерді бастаймыз. Қызық болады деген үміттемін. Рахмет.